Үй жағдайында тісті ағартудың ең тиімді тәсілі. Тістің әдемі, түзу және аппақ болғаны кімге ұнамасын. Оның сұлулығы да үлкен күтімді қажет етеді. Ауырмай, түзу болуында дәрігерлер көмегіне иек артсақ, аппақ болу үшін қымбат, түрлі түсті пасталарды пайдаланамыз. Немесе ас содасы да көмекке келеді деп те жатады. Алайда тіс эмалін құртып алмай, онымен оңай күресудің жолы бар екен. Сіздердің назарларыңызға тіс ағартудың өзге бір тәсілін ұсынамыз. Оңай, тез, пайдалы. Ол үшін әдеттегідей тісіңізді жуыңыз. Тіс щеткасын жуып, оған 1-2 тамшы жай ағашы майын алып тамызыңыз. Тісіңізді екінші қайтара жуыңыз. Енді түкіріп аузыңызды шайыңыз. Сіздің тіс пастаңыз қаншалықты кірмен алыса алмағанын байқайсыз. Емдік шараны аптасына 2-3 рет жасап тұрыңыз. Әдіс үзбей қолданысқа ие болса, тісіңіз ағара түседі. Ауыз қуысыңызда балғындық дәмі сезіліп, тісіңіздің қандай жетістікке қол жеткізгенін байқамай да қаласыз. Іске сәт, майды дәріханадан алуыңызға болады. Және міндетті түрде ешқандай қоспа қосылмағанын алғайсыз. Назарларыңызға рахмет.